Әже, басындағыздың қандай бас киім? Жаңам айналайын, менің басындағы бас киім қазақтың ұлттық бас киімі кимешек. Бұны әжелер киген. Менің басымдағы кимешек әдемі тастармен, оюлармен жасауға болады. Кимешекті үлкен әжелер, аналарымыз киген. Кимешектің әжелердің салтанатын, биіктігін, тазалығын білдіреді. Сонымен қатар басын шаң тозаңнан сақтап, шашын қопырап тұрмау үшін септігін тигізеді. Кимешектің әр түрлісі бар. Мысалы, менің басымдағы кимешек үлкен әжелерге арналған. Оюлармен ойылып, әдемі тастармен көмкерілген. Менің басымдағы кимешек күнделікті киюге арналған. Той мерекелерге арналған кимешек бар. Ол оюлармен, әдемі тастармен жасалынған. Ал менің қолымдағы тақия жас қыздарға арналған тақия. Қолымдағы тақия әдемі тастармен жасалынған. Ою оюға болады. Ал қызым, менің қолымдағы тақия саған арнап тігіп бастадым. Әдемі тастармен тіктім. Әже, енді мен анамға барып келейін. Жарайды, барамын. Айналайын ақпамам, жерде жүрсің наурызым, қасымда бол, әрқасан рансыз зарыл. Ана сандықтың үстіндегі не ол? Мен білгім келеді. Айналайын жібекжан, сенің бұл сандыққа көзіңнің түскені, бұл сенің бойжеткендігіңнің белгісі. Қане, бұл сандықтың ішінде не бар екен, екеуміз бірге ашып қарайық. Жібекжан, бұл менің анамнан қалған мұра, ескінің көзі. Қарашы жібек, мынаның ішінде саған арналған әшекей бұйымдары бар. Оны сен өскен кезде бойжеткен болғанда тағасың. Сақина деп аталады жібек. Міне, оны саусаққа тағу үшін арналған әшекей бұйым. Ал мынау білезік деп аталады. Оны қос қолға да, сыңар қолға да тағуға болады. Қане сен қолыңа тағып берейін. Әдемі ма жібек? Саған ұнай ма? Иә. Қарашы жібек, міне, бұл сырға деп аталатын әшекей бұйым. Оны қыздар өскен кезде құлағына әдемі болып тұру үшін тағады. Қарашы, бұл жерде әртүрлі қазақтың ою өрнектерімен әдемі болып өрнектелген екен. Бұл күміс бұйым. Келесі міне мынау жібек. Бұл мойынға арналған әдемі алқа. Қане саған тағып берейін. Бұл да қазақтың әсем бұйымы. Оны қыздар, келіншектер әдемі болып тұру үшін тағады екен. Анасың өте әдемі екен. Сен алқаңа ұқсайды екен. Иә, айналайын жібек, менің алқама ұқсайды. Бұлар таза күмістен жасалған әдемі әшекей бұйымдар. Қарашы жібек, мұнда өте әдемі білезік бар. Санай қойшы, қанша сақинасы бар екен? 1, 2, 3. Дұрыс санадың жібекжан. Қане сенің қолыңа тағып берейін жібек. Өте әдемі. Саған ұнады ма? Иә. Не қара, өзің айтқандай 3 сақинасы бар екен. Бұл дегенім бойжеткендіктің, қыздың өскенінің белгісі, тазалықтың белгісі. Жібек, айналайын жібек, сенің шашың өсіп қалыпты. Міне, менің сақтап қойған шашбауымды сенің шашыңа байлап берейін. Келе ғой. Шашбауды қазақтың қыздары тағатын болған. Оның сыңғырлаған дауысы алыстан келе жатырғанда естіледі. Ол қазақтың қызының инабаттылығының, ибалығының, көркем мінезділігінің, тәрбиесінің белгісі екен. Саған ұнады ма жібекжан? Иә, ұнады. Мен бұлдарды сақтап жүретін болдым.